20 жылдық мерейтойын атап өтетін Қазақстанның даму банкі еліміздің ірі өндірістік бейнесін құрайтын энергетика, машина жасау, транспорт пен логистика, туризм, цифрлық технологиялар және басқа да жаһандық жобаларды қаржыландырады. Когда в 2001 году 2001 жылы еліміздің парламентінде республикалық бюджет туралы заң жобасын баяндағанда, депутаттардың Қазақстанның даму банкын құру үшін капиталдандыруға қажет сомаға қатысты банк тұжырымдамасымен шешуі тиіс міндеттер, мақсаттар туралы сұрақтарына жауап бердім. Банкке 13 жылдан кейін 2014 жылы басқарма төрағасы болып келдім. Сонда банк құрылғанда алдына қойған мақсаттарына қол жеткізіп келе жатқанына көз жеткіздім. Бастапқыдағы банк үлгісі өзін толығымен ақтады. Ал қазір ол экономикамызды ауқымды әртараптандыратын өте маңызды институт. масштабную диверсификацию нашей экономики. Еліміздің экономикасына маңызы бар әрбір ірі жоба Қазақстанның даму банкінің арқасында іске асырылады. Бұл ретте жобалардың аумағы жыл сайын кеңеюде. Инициатива в первую очередь это была нашего первого президента Нурсултана Абишевича. Бастаманы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынды. Еліміздің алғашқы кезде алған даму қарқыны үдей түсе, экономиканың шикізаттық емес секторларын қаржыландыру және дамыту қажеттілігі арта түсті. Әрине, бұл рөлді атқару қаржы институты ретінде даму банкінің еншісіне тиді. 20 жыл тарихи тұғыр. Ол ел үшін, қаржы институты үшін орасан зор тәжірибе. Әрине, жетістіктермен қоса қателіктер де болды. Олардың арқасында Қазақстанның даму банкі жасампаз, өрші және біліктілігі жоғарғы командамен бірге үлкен сынақтарды еңсере алатын және жаңа экономика құра алатын кезеңге жетті. Біз экономикаға қосымша 1 триллион теңге тартуды көздеп отырмыз. Бұл қаражатты экономиканы әртараптандыруға жұмсау жоспары бар. Ірі инвестициялық жобалар Қазақстанның жаңа экономикасын жасақтайтын болады. Инвестиционные проекты, которые будут создавать новую экономику Казахстана. 2001 жылдан бері банк қаржыландырған жобалар мен инвестициялық бағдарламалардың жалпы көлемі 3,5 триллион теңгеден асты. Банктың қаржылық қолдауымен 122 инвестициялық жобаның өндірістік қуаты іске қосылды. Пайдалануға берілген кәсіпорындарда 30 мыңнан астам жұмыс орны ашылды. Каждый проект сам по себе уникален. Әр жоба өздігінен ерекше. Бірдей жобалар болмағандықтан әр қайсына жеке тұрғыда қарап құрылымдау керек. Жобалардың әр қайсысы қалалар мен ірі аймақтарда орта және шағын бизнестің жұмысына жағдай жасайды. Жобалар аймаққа, елге тигізетін әлеуметтік экономикалық әсерімен бағаланады. Стартаптарды айтпай-ақ банктың жаңа Greenfield жобаларына қатысатынын атап өту керек. Әрине, ең бірінші банк өз міндетін әрі қарай экономиканы әртараптандыруға, жаңа өндірістер құруға бағыттайтыны сөзсіз. Ол күрделі қайта өңдеу мен экспортты қамтиды. Новых производств именно с глубоким переделом и ориентированным на экспорт. Қазақстанның даму банкінің ұжымы жүргізіп жатқан жұмыс әр қазақстандықтың өміріне, еліміздің әр аймағына әсер ететіні анық. Еуразия жүрегі Қазақстан мен адам тағдырын, қалалары мен құрлығын байланыстыратын трансұлттық хабтар, қозғалтқыштардың қуаты мен шапшаң қозғалыс, қала мен ауыл арасындағы қашықтықты қысқартып, шекарасыз өмір сүру. Болашақ энергиясы. Еліміздің кез келген бұрышындағы үйге көгілдір отын. Өнеркәсіптік алыптар үшін жаңа электр желілерінің қуаты. Қазақстан жолдарындағы миллиондаған көлікке арналған сапалы отын. Әлемдік деңгейде танылған сапа. Елдің кез келген нүктесінде байланыста болу үшін қолжетімді цифрлы технологиялар, Қазақстанның бірегей өңірлері мен қазақстандық туризмнің жаңа бағыттарын дамыту, елдің транзиттік әлеуетін дамыту және азық-түлік қауіпсіздігі, мол өнім алу үшін құнарлы жерлерді тыңайту, әрбір шаңырақтың жылы отбасылық дәстүрлері мен кеңге жайылған ақ дастарханы. Қазақстанның даму банкі еліміздің болашағы үшін әр қазақстандық отбасының бақытты өмір сүруі үшін жұмыс істейміз.
Банкте инвестициялық бағытты дамытуға аса көңіл бөлінеді. Клиенттер үшін ең жақсы жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында Даму банкі ішкі және халықаралық капитал нарықтарынан қарыз қаражатын тартуды белсенді түрде қолға алды. В первую очередь следует отметить, что банк... Біріншіден, Қазақстанның даму банкі Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік және банк секторлармен салыстырғанда өте жоғары рейтингке ие екендігін атап өткен жөн. Бұл банк үшін өте тиімді шарттар мен инвестициялар тартуға тікелей әсер етеді. Бұл өз кезегінде шетелдік инвесторлардың қазақстандық инвестицияларға, атап айтқанда Қазақстан даму банкінің бағалы қағаздарына деген сенімі мен қызығушылығын көрсетеді. Мысал ретінде, даму банкі жалпы сомасы шамамен 365 миллиард теңге еуро облигациялардың 4 шығарылымын шығарды. Бұл ұлттық валюта теңгеге, сондай-ақ сапалы шығарушы ретінде даму банкіне үлкен қызығушылық пен сенім барын көрсетіп отыр. И к банку развития как очень качественному эмитенту. Даму банкінің нәтижелі жұмысының көрсеткіштері нақты стратегия мен рәсім тәртіптеріне, автоматтандырылған үдерістерге, кредиттік және құқықтық тәуекелдерді сауатты басқаруға негізделген. Каждый проект финансирования. Даму банкі қаржыландыратын жобалардың әр қайсысы бірегей. Ол жеке тәсілді. Оның ішінде кредиттік тәуекелді бағалауды талап етеді. Тәуекелдерді басқару банктың корпоративтік мәдениетінің ажырамас бөлігі және стратегиялық шешімдер қабылдауда маңызды рөл атқарады. Қазақстанның даму банкінің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажетті 3 берік негіз бар. Олар сарапшылардың біліктілігі, әдіснаманың сапасы мен нақты рәсімдердің болуы. Қазақстанның даму банкі қызметінің 20 жылдық кезеңінде 2008 және 2013 жылдардағы дағдарыстарға тап болды. Ол үнемі жетілдіріліп отыратын тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін қалыптастырды. Отдельного внимания заслуживает. Даму банкінің жұмысында кездесетін нормативтік кедергілерді жоюға бағытталған заң шығару қызметіне ерекше назар аудару керек. Банк мәмілелері қаржы нарығында бірегей, қайталанбайды. Бұл біздің ұжымнан шығармашылықпен айналысуға және ауқымды ойлануға қабілетті үлкен кәсіпқойлықты талап етеді. Қазақстанның даму банкі туралы айтқанда, мұнда жұмыс істейтін білімді, іскерлік пен жасампаздық дағдыларын күнделікті көрсетіп отыратын адамдарды айтпасқа болмайды. Бүгін Қазақстанның даму банкінде 224 қызметкер жұмыс істейді. Банк басшылығы корпоративтік мәдениетке, қызметкерлерді дамытуға, достық және сындарлы кеңістікті құруға көп көңіл бөледі. Банктың ұжымдық мәдениетінде қызметкерлер мен директорлар кеңесінің мемлекет пен акционерлер қолдайтын инновацияларға, тапқырлық пен өзгерістерге ұмтылысын байқадым. Осындай кеңістікті құру, онымен айналадағыларды тиімді қызықтыру және жаңару үдерісін үздік басқару мақсатында қолданыстағы зияткерлік меншікті барынша нәтижелі пайдалану және клиенттерге ең үздік қызметтер көрсету үшін қауіпсіз психологиялық орта құру қажет. Қауіпсіз психологиялық орта тік мінезділікті құптайды. Атап айтқанда сыпайы тік мінезділікті адам төзгісіз іс-әрекетті болдырмайды және айқын мақсатпен жалпы инновациялық жетістікке жету жолында бірігіп жұмыс істейтін қызметкерлерді мадақтайтын ортада орнайды. Банкте жақсарта алатын үдерістерді көре тұра, оны қолға алмаған үрдіс орын алған емес. Бұл қызметкерлерге, кәсіпкерлерге секілді инновациялық әрі еркін қарым-қатынас орнату керектігін білдіреді. Бұл банкті клиенттерге ғана емес, сондай-ақ барша қазақстандықтарға ашық, қолжетімді және бағалы етті. Қазақстанның даму банкі жергілікті халықтың әлеуетін жоғарылату үшін жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз ете алатын компанияларға қаржы құяды. Бұл біздің мақсатымыз, миссиямыз. Банктың басты ерекшелігі қызметкерлеріне мансабына қарамастан кәсіпкерлер секілді ойлауына мүмкіндік бере алатындығымен мақтанамын. Мен данышпандар кез келген жерде болады деп есептеймін. Ал Қазақстанның даму банкінде оларды кездестіруден қорықпайды. Керісінше қуанады. Олар осы бағытта жетістікке жете алатындығын әрдайым қайталап отырамын. Ұжымға пайдасын тигізе алатын жандарды құрметтейді. Бұл банкте қызмет атқарудағы артықшылықтардың бірі. Қазақстанның даму банкінің ұжымын әрбір қызметкердің жеке жауапкершілігімен үлесі ерекшелендіреді. Әр жобаның сапалы әрі нәтижелі жұмысы адамдардың ынталандырылуына, жоғары қызығушылығына байланысты. В день 20-летия, конечно же, в первую очередь.
20 жыл толған күні әрине ең бірінші біздің қызметкерлерімізге, біздің тату ұжымымызға қол жеткізген жетістіктерімізбен тоқтап қана қалмай, одан әрі дамуға, алдына биік мақсаттар қоюға тілектеспін. Себебі Қазақстанның болашағы біздің мақсаттарымызбен байланысты. Оларға және біздің барлық серіктестерімізге қаржылық тұрақтылық пен толайым табыс тілеймін. Жұмыла жасаған еңбегіміз бен алдағы мақсаттарымыз Қазақстанның игілігін арттыра берсін. Қазақстанның даму банкі Қазақстанның кемел болашағын 20 жыл инвестициялауда.